қабір басына бару азайып бара жатыр негізі. Кейбір жерлерде енді көзіміз көріп жүр ғой, имам болғаннан кейін жаназаға барамыз. Намаздан кейін кәдімгі туған бір әке бір шешеден туған бауырлардың өзі бармай жатады кейбір жерлерде. Оның үстіне саған сөйлейді. Асқа кетіп қалады. Иә, жаңағы же тамақ ішетін отырады. Бұрынғы имамдар барып 3 сағат құран оқитын еді, анау мынау деп айтады. Маған бір жерде сөйлеген бір кісі, сосын сен кім боласың марқұмға деп едім, туған ағасы боламын деді. Сен туған ағасы сен отырсың мына жерде бармай. Мен айдалада біреумін ғой. Иә. Деп айтып жатырмын да, сен неге бармайсың? Мен міндетімнен құтылдым, мен намазын шығардым, мен имам міндетімнен құтылдым. Тағы бір имам басында барып ол айтып тұр жаңағы жорал рәсімдерін былай өтеді, былай өтеді деп. Ал енді бауырым ғой, бірінші болып барып басына жылайтын сен емес па деп айтамыз да. Енді сол сияқты бауырлардың баруы, анау табытты иықына салып көтеріп баратын бірінші кезекте солар ғой. Иә. Бірінші кезекте солар ғой. Қазір мен өзім көзім көрген нәрсені айтайын. Біз жақтарда Қызылордада марқұм жуындырып болғаннан кейін ақ кебінге орайды да бетін ашық қалдырады. Сосын бақұлдасу дейді ғой. Балаларын, жақындарын шақырады. Анау қоштасады да, енді мәйітпен соңғы рет жүздеседі. Қоштасады, сөйтіп бақұл бол ата немесе бақұл бол әке деп сөздерін айтып кезек-кезек кіріп шығады. Енді бұрыннан қалып қойған еді, баяғыдан бар. Қазір соның өзі істелмей жатыр да. Енді бұл шариғи бір амал деп айта алмаймын. Бірақ неге ондағы мәдениет қой. Иә, қазір ана адамдарға балаларына, өздерінің немерелеріне айтсаң, айналып қашып жүреді, не ол, қорқамыз дейді. Жаңа өзің үйде күнде бір үйде тұратын әкең атаң ғой. Тек жанын шығып кеткен, дәл сол дене, дәл сол жаңа жүзі аппақ болып жатыр. Бұрын ол нәрсенің қалыптасуы бұрын бір анау өлімнің ғибраты еске салады ғой. Иә. Сен де өсіп өрген жатасың ғой деген ой келеді ғой. Иә. Сол енді көп адамдар негізі мен ойлаймын ол жаназа намазына сөйтіп мынау баяғыда бір сөз бар еді ғой. Кімнің кім екенін жаназада көреміз деген сияқты ше. Ол негізі адамның да сол құрметті болуы, жақсы болуы сол жаназаға қанша адам келеді соған да қарап өлшенеді деп ойлаймын мен. Бір жағынан енді әлбетте түгелдей емес, бірақ соған қарап өлшенеді. Оның енді бір себебі өлім тыңдамайды ғой бізде. Өлім ойламайды ғой өлім. Иә. Өлімнен кім қорқады, өлімнен кім қашады? Өлім туралы ойламайтын, оған ешқандай дайындық жасамайтын адам қорқады. Сол қашады да өлімнен. Анау имамдарға да өлім туралы айта бермеңдер. Иә. Қорқыта бермеңдер. Мен айтамын, содан қорқып жүрген ешкім жоқ ау деп. Айтқанымыздан. Иә. Как будто содан кейін қорқып, Құдай-ау деп намаз оқып кететін дей ма? Иә, ақылды адам күніне 5 рет деп келеді ғой хадисте, күніне 5 рет өлім туралы ойлау керек дейді. Ақылды адам, иә. Иә. Аха, енді өйткені анандайда хадис келеді ғой. Ана өлім періштесі күніне 5 рет келеді деп. Иә, жүзіне қарап кетеді. Иә, жүзіне қарап, мына уақыты келмеді ма деп. Өйткені ол өздігінен жаналамайды ғой, Алла рұқсат бермесе. Көрдіңіз ба? Сол үшін мен ойлаймын, жаназаға қатысу деген сол адамның қаншалықты сыйлы екенін, туған туысқандар да қуанады. Міне жаңа менің баламның, менің күйеуімнің, менің қаншама адамдар сыйлайды екен ғой, келген екен ғой деп ше. Өзі жоқтың көзі жоқ демей деп. Және де сол жаназаға қатысқан кезде емес пе еді пайғамбарымыз? Сол адамдар көбірек келіп, жақсы сөз сөйлеген кезде, жаман сөз сөйлеген кезде пайғамбарымыздың сөзі бар ғой. Әнтум шухадауллахи фил ард дейтін. Сендер жер бетіндегі Алланың куәгерлерісіңдер деді. Яғни сол көп болып келуі де, құрмет көрсетуі де, яғни ол адамның жақсы екенінің бір белгісі де, алдағы уақытта Құдай қаласа жәннатқа баратын да бір көрініс деген. Тағы бір қызығы кейде мәйітті күттіреді. Петропавлдан қызы келе жатыр, ана жақтан қарындасы келе жатыр деп ше. Немесе тағы бір бауыры келе жатыр. Жарайды ғой, күтесің ғой. Сіздерге қашық қой. Қашық қой, айналып Алматымен келе ма сондай ғой. Жоқ, енді жарайды күттіресің, иә, кейде енді, бірақ енді обал жазым күндер болмайды негізінде бар ғой. Енді бұйырған жақын болғандар енді көріп қалды. Ана енді бұйырмаған енді. Қабір бар ғой, одан қабірін зиярат етсін. Көру шарт емес қой. Иә, көру шарт емес қой. Бірақ соның өзінде кейде қырқылып төбелеспен күттіреді. Ана кісі келеді, намазға қатыспайды да, бірақ. Әшейін тек көріп қалайын деген нәрсе, табытты алып шығып жатқан кезде тек көріп қалайын деген нәрсе. Бірақ намаз жаназаға оқымайды келіп. Неге күтті ғой, 2 күн бойы қанша жерден келеді деп мысалға да. Иә. Сондықтан жаназаға қаттырақ мән беру керек. Әсіресе жаңағыдай қылып мәйітке обал қылып жатқаннан кейін ең болмаса келіп намазға қатысса бір адам саны көбейтіп. Дұға ықылас оның бәрі. Иә. Жаңағы сіздің сөзіңіз өте орынды болды андай. Дүниеден өткен адамға емес, дүниенің тірі адамдарға қатты мән беріп кетті, солармен қатты шұғылданып, анау адамға не тамақ береміз, мынаған не істейміз деп бұрынғы сонымен жүгіріп кетеміз ғой енді рас. Ал дүниеден өткен адамға ешқандай неміз қалмай қалады.
сол үшін мен өзім көптеп байқаймын, адамды дүниеден жерлегеннен кейін тіпті енді иман болғаннан кейін шыны керек көп нәрсе көресің ғой. Біреудің әкесі қайтыс болғаннан кейін әкесі қайтыс болады, біреудің шешесі қайтыс болады. Сол кезде балаларына мынандай нәрсе айтасың, енді Құранды оқытады, жарайды, көпшілікті шақырып, бірақ негізгі тағы да өтелетін сауаптар бар ғой, мына кісінің атынан садақа беру. Баршы осы кісі қаншама малы қалды ғой, қаншама дүниесі қалды, ақшасы қалды ғой, содан барда бір-екі отбасыға көмектесші, бір-екі жана не апарып бершісін, істемейді оны. Оллахи істемейді да. Мен өз көзіммен қаншама рет көрдім да. Соның өзінің ақшасын өзіне жұмсамайды, былайша айтқан кезде. Өзіне қимайды. Иә, сол үшін анау Ибн Раджабта айтады, бір кісілер болады дейді. Жаңағы бір хадистің түсіндірмесінде айтады, бір кісілер болады дейді, дүниеден өтіп кетеді. Соны қараса баласы дейді, одан да жоғары бір дәрежеде жүреді дейді. Сол кезде жаңағы әкесі ғой келіп таянады дейді, балам-ау, сен қалай жоғарғы дәрежеге шығып кеттің дейді. Сол айтты, сен Құдайдың жолында жұмсай алмаған дүниеңді дейді, мен жұмсап жоғары көтеріліп кеттім дейді. Қарасаң айтайын деген әр адам өзін ойлайды екен да. Ол ақыреттің вопросы болса да, ақыреттің сұрағы болса да. Сол үшін анау екі есе өкініш болып қалады екен да. Қолда тұрғанда мен неге жұмсап қалмадым? Қолда тұрғанда мен беріп қалмадым. Сен дүниеден өттің бе? Аллах айтам, жақын болған балаңның өзі сенің артыңнан ондай нәрсе бермейді. Енді за исключением некоторых, кейбір салихалы бір балалар қой деп әкемнің қияметін ойлайын деген адамдар болмаса, басқаларынан ізгі ұрпақ дегенде шығады ше. Нұрсұлтан ұстаз бір нелерінде айтып жүрді, ізгі ұрпақ деген кім деген кезде өзінің ата анасы үшін дұға қылатын ұрпақ, ол ізгі ұрпақ деп айтады екен. Иә, өткен хадисте уаладун салихун ядау лаху деп. Иә, сөйтіп келеді ол хадисте. Қай бір жыл бір жағдай болды. Осы Қазақстандағы облыстардың біреуінде бір жамағат кісі ғой өзіміздің. Соның баласы жас бала, енді үйленбеген, әлі бойдақ бала, әскери қызметте жүріп қайтыс болды да. Содан енді ана жұмысынан бөлген ғой еді, 1,5 миллион теңге ма көмек ретінде отбасына ше. Енді отбасында бір қайтыс болған сонда беретін еді ғой. Сол ақшаны айтады да, біз енді осы 1 миллионға қарап отқан жоқ қой күніміз. Осыны баланың атынан білім жолында жұмсап садақа қылсам дейді да. Нұр мүбарак оқып жатқан біреудің оқуын төлеп беріп, я болмаса жаңағыдай бір кітап, бір нәрсеге жұмсасақ деп ақыл сұрап келіп тұр да. Кейде енді анау жалғыз 1 миллион ғой бөлінген. Кейде шынымен жаңағы айтқандай мыңғырған мал жатады артында. Соны бір құрбан шалуға, я болмаса атынан садақа беруге қимай жататын кездер болып жатады. Сенің маңдай термен тапқан дүние емес. Марқұмның өзінікін өзіне жаратыпты, өзінікін өзіне салап қылып. Жаңа тірі кезінде жұмсап үлгер дейсің ғой. Иә, малды алып кетесің деген кезде, хадисте қалай алып кетесің деген кезде, мә тасаддақта уа абқайта дейді ғой. Садақа беріп қалдырғаның дейді. Қалғанның бәрі кетті дейді, ішкенің, кигенің бәрі кетті. Садақа бергенің қалдырдың. Өзіңмен бірге алып кеттің. Иә. Сол сияқты марқұмға бір малының бір аз бөлігін болса да өзімен алып кетуге мүмкіндік беру керек та оған. Сауап ретінде. Сондай.